Кешегі БК Air ұшағы апатынан соң Қазақстан халқы бір отбасы екенін тағы бір еске салған сияқты. Халқымыз бұл оқиғаға шын жүректен қайғырып барынша көмек көрсетуге тырысты. Алматыдағы қан тапсыру орталығында орын алған ұзын сонар кезек соның шынайы дәлелі. Кеше бәрінен де жағымды әсер қалдырған қазақ халқы, Қазақстан азаматтары. 27 желтоқсан, түс ауған шақ. Бұхар Жырау көшесіндегі қан орталығына жақындап келем. Жаяу, себебі көлікпен жету мүмкін емес. Адам көрмеген кептеліс. Менен де асығып алдынан екі қыз өтті. Өткен аптада қан тобымды білген едім, жақсы болды ғой, деді бірі екіншісіне. Орталыққа жақындаған сайын келушілердің саны көбейіп барады. Қаптаған адам кезекте тұр. Студенттер көп, бірақ 30-тан асқандар да бар, қарттар да жетерлік. Сұлу қыздар да кездеседі. Тіпті таныстарымды да көріп қалдым. О, сәлем, сен де осындасың ба? Сәлем, әрине, мен де осындамын. Барлық қала осы манда. Жүздеген адам, мыңдаған, лек тоқтар емес. Бірі кетіп, бірі келуде. Қаны 4-ші теріс топтағыларды кезексіз өткізуде. Неткен бақытты жандар. Олар, Алла қаласа, бір адамның өмірін сақтап қалуға септігін тигізеді. Ал біз енді күте тұрамыз. Мүмкін біздің де көмегімізге біреу зәру. Әзірге анкета толтыру керек. Орысша бланк керек пе? Жоқ, қазақшасы бар ма? Міне, ала қойыңыз. Не ғой, жазатын қалам бар ма? Мен қазір беремін. Қаламсап табуға қиын соқты. Өзімізше кезектің ішіне кезек жасадық. Анау бейсболкада кісінің қарындашы, қайтарып бере салыңыз. Жоқ, керек емес. Толтыратындарға ары қарай беріңіз. Бір сыныптың балалар сияқтымыз. Арамызда костюм мен пальто кигендер, қарапайым курткамен жүргендер, студенттер, қызық құлаққап тағып алған хипстерлер, зейнеткерлер бар. Бәрі осында. Сондай тәртіптіміз, сондай сыпайылықпен сөйлейміз. Не болып жатқанын түсініп жатқан жоқпыз, бірақ бір-бірімізге керек екенімізді сеземіз. Бүгін мен бір нәрсені түсіндім. Менің үйім алып картадағы жай нүкте емес. Менің қалам ретсіз үйлердің, үйінділер мен коттедждердің, асты лай қар, үсті лас ауаның ортасы емес. Менің қалам жақсы адамдардың мекені. Менің қалам тыныс алады. Шаһардың аты мың өзгеруі мүмкін. Бір үй құлап, екіншісі салынып жатады. Бір шенеунік кетіп тура сондай алмастырады. Бірақ бастысы ол емес. Бастысы адамдар, әртүрлі адамдар, әртүрлі, бірақ бірдей. Бұл адамдар орындарында отыра алмады. Тып-тыныш тіршілікті жалғастырып жүре алмады. Апатты естіп, көмекке жетіп келді. Олар жақсы адамдар. Оларға бәрібір емес. Осыны мен тағы бір рет ұқтым. Кеше қайғылы күн болды, бірақ мен оның басты мәнін ұқтым. Кешегі ауыр күннің мәнін, кешегі ауыр жолдың.